Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында жасалатын өте дәмді пиццаның жасалу жолымен сіздермен бөлісемін. Бізге пицца жасау үшін керек заттар. Бәрі бөлме температурасында болу керек. Қосылатын заттар: бірінші 100 грамм сүт, 50 грамм сұйық май, 50 грамм шекер, 10 грамм дрожж, 10 грамм тұз, 100 грамм су және 500 грамм ұн керек. Бұның бәрін бірге жақсылап араластырып, жұмсақ қып қамыр илейміз. Бірінші дрожжымызды сап аламыз. Оған жылы суымызды құямыз. Су жылы болу керек. Дрожжымызды ерігенше араластырамыз. Жақсылап. Одан соң 50 грамм шекерімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. 50 грамм майды құямыз. Және жылы сүттен 100 граммды құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Сосын біртіндеп ұнымызды сала бастаймыз. Ұнды салып, жайлап араластырып отырып қозғаймыз. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Қатты болып қалмау керек. Өте жұмсақ қылып иледім. Енді бұны бір 25-30 минутқа жылы жерге қойып қойсаң тез көтеріледі. Ашаған қамырын 4-ке бөліп алдым. Менде 4 пицца шығады. Жайылған тестамызды табаға салып, кетчуп жағып аламыз. Бірінші шұқалап сыр сап аламын. Алдын ала қуырылып алған паршымды сырдың бетіне шұқалап салам. Бәріне біркелкі қылып жеткізіп, одан соң парыштың үстіне бұқтырылған жүгеріні салам. Қайтадан бетіне сыр салам. Достар, міне пиццамыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.